Армысыз көрермен, сіздер Азат алаңды көріп отырсыздар. Бүгін біз Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесін талқылаймыз. Ал хабарымыздың бүгінгі мейманы саясаттанушы Асхат Хасенғали. Асхат мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Керемет. Жалпы уранның өндірісі бойынша Қазақстан әлемде көшбасшы мемлекет. Алайда біз оны тек өндіріп, қазіргі уақытта шетелге экспорттаумен ғана шектеліп отырмыз. Әрине, осы тұрғыдан алғанда АЭС салу бізге өте тиімді. Бірақ қазір уақытысы келді ме? Біз жүйелік тұрғыдан алғанда, кадр мәселесі бойынша да, басқа да талаптар бойынша алғанда дайынбыз ба АЭС салуға? АЭС салу мәселесіне келетін болсақ, жалпы бұл мәселе бүгін немесе осыдан 10 жыл бұрын емес, тәуелсіздік алған кезден бастап қозғалып келе жатыр. Қателеспесем 97 жылдан бастап осы мәселе көтерілді. Владимир Школьник сол кезде алғаш осы АЭС салу мәселесін көтерген болатын. Неге? Себебі 99 жылы Ақтаудағы АЭС-тің мерзімділік жұмыс істеу мерзімі аяқталатыны белгілі болды. Яғни содан 2 жыл бұрын Школьник Қазақстанға АЭС керек деген мәселені көтерді. Бірақ бір мәселені түсінуіміз керек. АЭС салу деген мәселе нені білдіреді? Ол энергетикалық қауіпсіздік мәселесі. Яғни АЭС көбінесе қандай мемлекеттер салады? Энергетика алу ресурсы тапшы мемлекеттер салады. Мысалы, мұнайы жоқ, газы жоқ. Яғни энергия алу көздері жоқ мемлекеттер көбінесе осы АЭС технологиясына жүгінуге тырысады. Неге? Себебі АЭС салу арқылы олар энергетикалық қауіпсіздігін 50-60 жылға жаңағы қамтамасыз етеді. Себебі бір АЭС-тің өмір сүру деңгейі, яғни ұзақтығы, сол шамамен жарты ғасыр. Енді бірақ қазіргі таңда Қазақстанда ондай қажеттілік бар ма деген сұрақ туындайды. Өйткені кез келген нәрсе қажеттілік бойынша жасауға тиіс. Қазақстанда энергия тапшылығын біз көріп отырған жоқпыз. Мамандардың айту бойынша, енді мен энергетика саласы бойынша маман емеспін, бірақ статистикаларға көз жүгіртетін болсақ, бізде керісінше энергетиканың шығарылу деңгейі көп. Профицит бар бізде, 105 миллиард қателеспесем өндіріледі, соның 97-98 миллиардын ішкі нарық тұтынады, ал қалғаны 7-8 миллиарды ол артық болып табылады. Сондықтан қазіргі таңда бізде энергетика тапшылығы емес, керісінше көпшілігі байқалады. Және бұл процесс, сол мамандардың пікіріне сүйенетін болсақ, энергетиктердің 2023-2024 жылға дейін созылады. Және бұл ол уақыттан кейін, яғни 2-3 жылдан кейін энергия таусылады, немесе бізде тапшылық болады дегенді білдірмейді. Оған дейін қазіргі бізде бар түрлі ТЭЦ, тағы да басқа энергия ГЭЦ, және тағы да басқа энергия алу көздерін жетілдіру арқылы оны ары созуға болады. Және біз байқап отырғанымыздай, атом электр станциясын салмай-ақ әлемде энергияның жаңа көздерін алатын көптеген қауіпсіз жаңағы балама энергияның көздері табылып жатыр. Ол жел энергиясы, ол жаңағы күн энергиясы және тағысын тағылар деген сияқты. Енді Қазақстанға дәп қазіргі таңда сұрағыңызға тікелей келетін болсақ, атом электр станциясын салу қажет па деген мәселе. Менің көзқарасым бойынша атом электр станциясын болашақта салу керек болады, бірақ дәп қазіргі таңда оның салу қажеттілік жоқ. Неге? Себебі оның жаңағы айтып өткенімізде бізде энергия тапшылығы жоқ. Яғни бізде энергия тапшылығы жоқ. Сондықтан оның қажеттілігі де бір аса үлкен сұрақ емес. Енді айтатын дүние, бір ғана дүние, Қазақстан өз концепциясына өзі қарсы келіп отырма деген мәселе. Концепция дегеніміз не? 2017 жылы өздеріңіз білесіздер, бізде үлкен экспоның жаңағы экспо өткіздік. Оның құны 3 миллиард долларға шықты. Экспоның бас тұранын білесіздер, жасыл экономика. Жасыл экономика дегеніміз қауіпсіз энергияның түрлері. Жаңа айтып өткен жел энергиясы, күн энергиясы. Мен өзім сол экспоның ішінде болдым, және көптеген энергияны алатын жаңағы технологияларды көрдік, әлемдік деңгейдегі деген сияқты. Ал АЭС сол экспоның барлығының жұмысын бір ғана жаңағы сөйлеммен сызып тастады да, бізге атом электр станциясын салу қажет деген мәселені көтерді. Өзіміздің ұстанымымызға өзіміз қарсы шығып. Сонда экспоны біз не үшін өткіздік деген мәселе. 3 миллиард долларды құрттық, жаңағы босқа шығындалдық, имидж үшін ғана ма деген мәселе туындайды. Сондықтан менің ойымша дәп қазіргі таңда атом электр станциясын салудың аса бір қажеттілігі жоқ. Өткенде Жамбыл облысында жарылыс болғаннан кейін әлеуметтік желілерде мынадай мем тарады, яғни күлкілі сурет, күлкілі цитата дейікші. Біз ядролық қарудан бас тартқанымыз жақсы болыпты ғой, әйтпесе абайсызда онда жарып алар ма едік деген секілді күлкілі бір әңгімелер тарады. Бұл әзіл болса да оның астарында шындық бар. Яғни біз өзіміздің стратегиялық нысандарымызда техногенді апаттар жасап жатырмыз, адамның қолымен жасалған апаттар. Осы тұрғыдан алғанда АЭС салу бізге қауіпті ме? Мысалы, ол жақта жаңағы Чернобыль секілді техногенді адамның кесірінен болатын апат болуы мүмкін бе? Оған ешкім кепіл бермейді ғой. АЭС салу қашанда ол тәуекел. Оның өте үлкен жауапкершілігі мен рисктары бар. Және Қазақстанда тіпті ол рисктер 2-3 есе артатын шығар. Неге? Себебі өздеріңіз білесіздер, өкінішке орай Қазақстан
жемқорлықтан көш бастап тұрған мемлекеттердің бірі. Және бізде болып жатқан жаңағы әскери қоймалардағы болып жатқан жарылыстардың басым көпшілігі ашық және нақты айтылмаса да, яғни техникалық себептермен деп кейде айтылады. Бірақ шындығына алып келгенде оның кейбірі мүмкін жемқорлықтың деңгейінде болған шығар. 2001 жылдан бастап осы уақытқа дейін 9 ірі жарылыс болған қоймаларда. Бұл дегеніміз әрбір 2 жыл сайын бір жарылыс деген сөз, орта есеппен алғанда. Сондықтан, Қазақстанда риск бар. Және ол адами фактор бойынша болуы мүмкін. Чернобыльдағы сияқты, немесе табиғи фактор сияқты болуы мүмкін, Фукусимадағы сияқты. Бізде табиғи фактор дейтін ондай табиғаттық апаттар болмайды ғой. Неге болмайды? Өте көп. Мысалы, бір айта кететін мәселе, атом электр станциясын қазір қай аймаққа саламыз деп жатыр? Ол осы Алматы облысында үлкен, жаңа Балқаштың маңындағы үлкен елді аймағында. Ал өздеріңіз білесіздер, Алматы облысы орталық Азиядағы ең үлкен сейсмологиялық аймақтың бірі. Сондықтан бұл жақта енді аса ірі 7-8 балдық жер сілкіністері болмаса да 3-4 балдық жер сілкіністері үнемі болып тұрады. Ол жасырын емес. Сондықтан енді одан да ірі жоғары жер сілкіністер немесе басқа да табиғи апаттар болуы әбден мүмкін. Ол енді табиғаттың жаңағы болжап мүмкін емес. Сондықтан әрине қауіпсіздік мәселесінде өте үлкен тәуекелдер бар. АЭС салу мәселесі ол тек қана техногендік жарылыстар, табиғи апаттардан бөлек атом электр станциясының жұмысы жүйелі болмаса, радиацияның ауаға бөлініп кету мәселесі бар. Атом электр станциясы толық, яғни жүйелі түрде жұмыс істеп тұруы мүмкін, бірақ радиация ауаға бөлінуі мүмкін. Бұның өзі де үлкен қауіп тудырады. Жаңа Балқаш аймағына салынады дегенді айтып қалдыңыз, салынуы мүмкін дегенді айттыңыз. Жалпы егер салынатын болса, қай аймақ қарастырылады деп ойлайсыз? Менің ойымша солтүстік Қазақстан бірден тізімнен шығып қалады, себебі онда экономиканың профициті бар, онсыз да. Одан кейін бұған дейін Школьник, Ақтау, Маңғыстау облысында саламыз дегенді айтқан болатын. Ал кейбір сарапшылардың пікірінше, адам көбірек шоғырланған аймақтарда, яғни оңтүстік аймақта салуға болады дейді. Сіздің ойыңызша қай жақта салынуы мүмкін? Бұл енді атом электр станциясын қайда салады деген мәселе тікелей сол енді энергетика саласында жұмыс істейтін мамандар қатысты, өйткені оның реакторына байланысты деп ойлаймын. Енді өзім маман болмағандықтан. Геосаяси тұрғыдан қай жақта? Геосаяси тұрғыдан алып қараған кезде енді ол шекаралық аймақтарға жақын емес салынуға тиіс. Бұл бірінші. Өйткені кез келген мемлекетпен әскери қақтығысқа түсіп қалуы мүмкін. Қанша жерден одақтастық, әріптестік, серіктестік деген сынды құжаттарға қол қойсақ та, мемлекеттік қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік мәселесі ол баса назарда болуға тиіс. Бірақ енді бір мәселе, ол мамандардың айтатыны, ол АЭС орталықта салынуға тиіс. Қазақстанның орталығында. Неге? Себебі АЭС-тан өндірілетін энергетиканы басқа өңірлерге тиімді тарату үшін. Бұған дейінгі мысал қарайтын болсақ, атом электр станциялары бірнеше мәрте кейінге қалдырылды салынуы, себебі электропередачалар бізде сондай бір қуатты емес және кейбір аймақтарға мүлде салынбаған. Яғни АЭС-ті мысалы солтүстікке салып қойып, оны оңтүстікке жеткізу үшін қосымша электропередачалар салу керек. Яғни бұл тағы да бір шығын деген сөз. Сондықтан орталыққа салған мейлінше тиімді болатын шығар деген ойым. Және тағы бір айтылатын мәселе, бұл жерде енді өзіміз алып қарайтын болсақ, енді ол көбінесе энергетика мамандары жақсы біледі. Жаңа атом электр станциялары көбінесе қай жерге салынады? Ол суы мол жерге салынады. Көлдің басына, су айлақтарына, теңізге деген сияқты. Себебі реакторды үнемі салқындатып отыру қажет. Апатты жағдайлар туындаған кезде. Сондықтан сол үлкен су айлақтарының маңына салатын шығар. Балқаштың маңына, мүмкін Каспийдің бойына. Түсінікті. Жалпы АЭС салу идеясын бізге Ресей қайта-қайта таңады. Владимир Путин, Ресей басшысы 2019 жылы алғаш айтып бастады. Содан соңғы 2 жылда бұл мәселе жиі көтерілетін болды. Сіздің ойыңызша неге Ресей Қазақстанды атом энергиясы үшін арсенал көріп отыр? Біріншіден, бұл жерде екі мәселені айтуға болады деп ойлаймын. Ол біріншісі, әрине саясат. Ресей өзінің маңындағы мемлекеттерді өзіне тәуелді және ұстауды қалайды. Ол үшін ықпал ету күштерін және рычаг давления дейді, қысым көрсету рычагтарын арттыруды қалайды. Қазақстанға өкінішке орай Ресейдің қысым көрсететін рычагтары өте көп. Тетіктері өте көп. Оның ішінде экономикалық одақ бар, ОДКБ деген ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымы, яғни әскери одақ бар. Одан бөлек міне енді энергетика саласына АЭС салуды тықпалап отыр. Яғни бұл бір қысым көрсету деңгей болып салынады. Неге? Себебі Ресей бұл жобаны алатын болса, Ресейдің біздің өңірдегі Қазақстандағы ықпалы арта түседі. Себебі ол АЭС-ті Ресей салғандықтан, ол АЭС-тің басында, басы-қасында оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның жұмыс жасауын қадағалау сынды басты тетіктер Ресейдің қолында болады. Өйткені бізде атом саласында, энергетика саласында мамандар бар болғанымен, АЭС-та жұмыс істеп көрген мамандар өте аз. Сондықтан сөзсіз ол жерде Ресейдің ықпалы көп болады. Яғни Қазақстанға деген оның
қысым тетіктер арта түседі. Бұл бір саяси тұрғыдан алып қарайтын болсақ. Ал экономикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, АЭС ол өте тиімді жоба салатын мемлекет үшін. Ресей болсын, Қытай болсын, Жапония, ақш, Франция сынды. Яғни қай мемлекет бұл жобаны салуға иемденеді, ол мемлекет миллиардтаған доллар табады. Мысалы, мысал алайын, Ресей мен Өзбекстанның арасында қазір атом электр станциясын салу бойынша жұмыс басталды. Арнайы құжаттарға қол қойылды. Қазірдің өзінде Өзбекстан бұл жобаға кемі 9 миллиард доллар қаржы төлейді. Бұл өте көп деңгейдегі қаражат болып саналады. Дәл осы сияқты Түркияны алып қарайық. Түркия өзінің еліндегі алғашқы атом электр станциясын салуды бастады. Путин мен Ердоғанның арасында келісім жасалды. Қазірдің өзінде бұл жобаның құны 20 миллиард доллар. Енді есептеңіз, екеуінің көлемі өте көп қаражатты қажет етеді. Ал енді Қазақстандағы атом электр станциясы қанша болуы мүмкін? Қазірдің өзінде есептеулер бойынша 5 миллиард доллар деп айтылуда. Ал енді менің ойымша қазақстандық шындықты алып қарайтын болсақ, жемқорлық фактілері, құжаттарды қайта есептеу, сметаны қайта қарау, техникалық спецификасын қайта жүйелеу деген сынды. Ендеше бұл шығын кемі бір 2-3 есе өсіп кетуі мүмкін, 10-15 миллиард доллар. Яғни бұл біздің экономикамызға минус болса, Ресей экономикасына плюс болады. Сондықтан оның саяси және экономикалық жаңағы маңыздылығы байланысты Ресей өзіне салдыруды қалап отыр. Енді сіздің бұл айтып отырған аргументтеріңізден Ресейге салдыруға болмайды дегенді түсініп отырмыз. Дұрыс түсіндік қой, иә? Басқа қай елді осы АЭС салу бойынша ынтымақтастыққа шақыруға болады? Атом электр станциясы ол енді өте жоғары технологияны қажет ететін, сонда күрделі нысан ғой енді, шындығын алып қарағанда. Сондықтан бұл аса жоғары технологиялар қажет етеді, және өкінішке орай Ресей жоғары технологиялар бойынша ол артта қалған мемлекет. Ол шындық. Атом электр станциясын өндіру бойынша ол жаңа деңгейлерге бөлінеді, буын дейді ғой, поколение. Буын бойынша Ресей әлі екінші буындағы мемлекет. Ал әлемде 3+ буынға шығып кеткен мемлекеттер бар. Мысалы, олардың ішінде Франция, соңғы уақыттарда атом электр станциясын салу бойынша қарқынды деңгейге шығып келе жатқан Қытай және Америка Құрама Штаттары. Енді Қазақстандағы синофобиялық деңгейді есептейтін болсақ, Қытайға да салуға басым көпшілік қарсы болады. Сондықтан егер де атом электр станциясын салу жағы қарастырылып жатса, ендеше менің ойымша Франция немесе Америка Құрама Штаттарына салу қажеттілігін. Неге Жапонияны атамадыңыз? Жапонияны да салуға болады, қарастыруға болады, бірақ енді біздің мемлекетімізде халықтың көзқарасында Фукусима деген мәселе бар. Сондықтан Жапонияға да бір қандай да бір жоғары деңгейде сенім болуы екіталай деп ойлаймын. Бірақ азаматтар бір деңгейде ескеру керек. Егер Жапония салатын болса, онда Фукусиманың жағдайы ол антропогендік деңгейде емес, табиғи деңгейде болған, яғни жер сілкінісі, цунами. Сондықтан ол өзіндік жарылу емес, табиғи апаттан болғанын ескеру керек, және бұл жерден Жапонияны да сенімді бір серіктес ретінде алуға болатын шығар. Алайда мен әлемде енді атом электр станциясын салу бойынша көшбасшылардың бірі саналатын Франция мемлекеті. Сондықтан Франция салып жатса, ендеше оны қолдауға болады деп ойлаймын. Дегенмен, атом электр станциясын салуға байланысты шешім қабылданған кезде ең алдымен ол халықтың пікірін ескеру керек. Неге? Себебі бұл жерде салынатын атом электр станциясы осы халықтың игілігі үшін жасалады, және оның қаупі, жарылу деңгейі болатын болса, қаупі сол халыққа тарайды. Сондықтан халықтың пікірін ескеру керек. Конституцияда жазылған құқықтық мемлекет деген пункт шынайы орындалатын көрсеткіміз келсе, алдымен халықтың, жаппай 19 миллион халықтың арасында сауалнама жүргізілу керек. Сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба, қаласаңыз қай мемлекет салғанын қалайсыз, қай аймақта салынғанын қалайсыз деген сияқты сұрақтар болу керек. Сауалнамадан кейін барып, барлық құқықтық мемлекеттерде жүзеге асатын сияқты, Европада сияқты мысалы референдум өткізілуге қажет, және ол жерде халық өзінің көзқарасын, өзінің шешім білдіру керек. Бірақ тағы да бір мәселе туындайды. Бұл жерде бізде референдумда, сайлауда жаңағы дауыстың саны емес, дауысты санайтын азаматтардың пиғылына байланысты өкінішке орай өзгеріп кетеді. Сондықтан бұл жерде тағы ашықтық принципі бола ма, болмай ма деген мәселе бар. Сондықтан бұл атом электр станциясын қай елге салдырмастан бұрын оның салу-салмау мәселесін алдымен халықтың арасында анықтап алу керек сияқты. Мемлекет басшысы АЭС мәселесін зерттеуге 1 жыл берді, иә? 1 жыл уақыт берді. Бұл 1 жылдың ішінде не істеуге болады? Жалпы кадр дайындап та үлгермейміз, зерттеп те үлгермейміз. Неге үлгереміз 1 жыл? 1 жылдың ішінде менің ойымша енді бұл жерде мемлекет басшысы айтқысы келгені ол атом электр станциясында жұмыс істейтін азаматтарды дайындау мәселесі емес. Бұл халықтың көзқарасын анықтау мәселесі. Бұл бірінші деңгейде, және халықты ақпараттандыру мәселесі. Бұл екінші деңгейде. Әрине осындай сұхбаттар арқылы алынған, жеткізілген ақпараттар маңызды. Дей тұра, менің ойымша бұл жерде көбінесе енді осы саланың спецификасы бойынша жұмыс істейтін азаматтар керек. Ол біріншісі энергетика саласында, ядролық энергетика саласында жұмыс істейтін мамандар, бұл бір, және екіншісі экологтардың пікірлері маңызды.
яғни оның қауіптілігі қаншалықты, радиация жарылған кезде, атом электростанциясы жарылса радиация қаншалықты деңгейге жетеді деген сияқты осының барлығын ешқандай фактіні жаңағы жасырмастан халыққа ашық жеткізілген сәтте халық өзінің көзқарасын шешімін айтады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде зерттеу мәселесі сол халықтың пікірін зерттеу деп ойлаймын. Ал энергетика саласында бір қандай да бір мамандарды дайындап үлгеру, қай жерге салуға болатынын анықтап үлгеру деген сынды мәселелерді үкімет анықтап жатыр. Сондықтан осындай мәселелер деп ойлаймын. Халықаралық МАГАТЭ ұйымы атом электростанциясын салуға қандай талаптар қояды? Және бұл талаптарға біздің ел сәйкес келе ала ма? Жаңа МАГАТЭ ұйымының өзінің бірқатар талаптары бар. Ол бейбіт атомды қадағалайтын ұйым ғой енді. Бейбіт атом дегеніміз ядролық қаруды жасауға тыйым салады. Яғни сол мәселелерді зерттейді, қарастырады. Білесіздер, қазір МАГАТЭ ұйымы ол Иран және Солтүстік Корея сынды мемлекеттерді шам алып, не істеп жатыр, сол мәселесін барынша қадағалайды. Енді Солтүстік Корея өзінің жеріне кіргізбесе де, жаңағы Иран өзінің жеріне бір қатар комиссияларды кіргізіп жұмыс істеп отыр. Бұл жерде басты мәселе не? Бұл жерде атом электростанциясында уранды байыту деңгейі артып кетпеу керек. Білуімше енді ол 60%-дан немесе 40%-дан аспау керек. Одан асып кетсе ядролық қаруға жаңағы жасауға болатын деңгейдегі уран байыту көрсеткіші пайда болады. Сондықтан осыны қадағалайды. Бірінші мәселе осы, яғни МАГАТЭ салынған АЭС-тердің барлығы МАГАТЭ тексерушілеріне ашық болу керек. Кіріп не жасалып жатыр, уран қаншалықты деңгейде байытылуда, оны көре алу керек. Бұл бір. Екіншісі, салынатын атом электростанциялары қауіпсіз аймақта салынды ма? Яғни жер сілкінісі көп болмайтын, реакторларды суыту деңгейі бар, су деңгейі бар сынды аймақтарда салыну керек. Бұл екі. Және үшіншісі, бұл жердегі саяси астарлар болмау керек. Яғни қандай да бір қақтығыстар, мемлекет аралық бір ел аралық кикілжіңдер болған сәтте ол ядролық объектіге бір қауіп төнбеу мәселесінде қарастырады. Сондықтан осындай деңгейлерді қарастыру арқылы олар тексеріс жүргізеді. Менің ойымша қазақстанға салатын болса, осы талаптарды олар да бізге міндеттеді жасауға, және біз оны мойындауға, іске асыруға міндеттіміз. Өйткені халықаралық шарттар бойынша біз оған қол қойғанбыз. Өздеріңіз білесіздер, 1999 жылы Ақтаудағы атом электростанциясы тоқтады. Сол кезде бізде өте жоғары деңгейде плутоний өндірілді. Оружейный плутоний, жай плутоний емес, қару-жарақ жасауға болатын. Одан бір кемі 100, қателеспесем, 100-150 ядролық қару жасауға болатындай плутоний деңгейі өндірілді. Соны МАГАТЭ зерттеу арқылы оның көзін жою, яғни қауіпсіз аймаққа көшіру және жасыру деңгейлері МАГАТЭ қатаң қадағалап, Америка құрама штаттары қаржы бөліп, сол плутонийді көму бойынша осындай бір іске асқан болатын. Сондықтан осындай талаптар бізге де қойылатын болады, егер де атом электростанциясы салынып жатса. Ақтаудағы атом электростанциясы туралы айтып қалдыңыз. Жалпы бұл станция қазіргі уақытта теңіз суын тұщы суға айналдыру мақсатында қолданылып жатыр. Сіздің ойыңызша, атом электростанциясын нөлден бастап салуымыз керек па, жоқ әлде осы Ақтаудағы АЭС-ті әрі қарай дамытып, жаңартып, жаңғыртып, соны қолдана аламыз ба? Бұл бойынша да талқылаулар бірқатар өтті. Соның бірі осы бұрынғы атом электростанциясын Ақтаудағы реакторын ауыстыра салайық. Атом электростанциясын жаңадан салудың қажеттілігі жоқ. Бұл бірнеше есе шығынды азайтады деген ұсыныстар айтылған болатын. Және реакторды ауыстырушылардың ішінде Ресей болды, қателеспесем, ең алғаш рет біз өзіміздің реакторымыз ұсынамыз деген. Артынша Ресеймен келіссөздер үзілді де, Жапонияның Тошиба компаниясымен меморандумдар жасалған болатын, бірақ ол да кейіннен іске аспай қалды. Яғни менің ойымша енді расымен де егер де реакторды ол жерге орнатылатын болса, енді оның қаншалықты жүзеге асатын нақты мамандар біледі. Сол атом саласындағы егер орнатылатын болса, ол экономикалық тұрғыдан шығындар аз болатын шығар. Себебі жаңағы сол жерде почва дайын жасауға болады. Ал енді бірақ қазіргі таңда жүріп жатқан талқылауларға қарайтын болсақ, және Балқаш маңында деп 80-90% сенімділікпен айтылып жатқан ақпараттарға сенетін болсақ, атом электростанциясы ол маңында салынбайды, салынған күннің өзінде нөлден басталып жаңадан салынады. Сондықтан бұл бір іргетасы енді қалынатын бір жаңа жоба болатын сияқты. Еуропа елдері 2050 жылға дейін көмірсутектен тәуелсіз мемлекетке айналамыз деген өздеріне сондай міндеттеме алды. Ал Қазақстан, Қытай және басқа да елдер 2060 жылға дейін көмірсутектен, яғни газ, мұнай, көмір секілді шикізаттан арыламыз деді. Сіздің ойыңызша біз осы міндеттемемізді орындауымыз үшін қазірден бастап не істеуіміз керек? Көмірсутектен бас тарту дегеніміз не дегенге келейік бірнеше. Париж келісімі бар. Білесіздер, ол климаттың жылынуын тежеу. Тоқтату мүмкін емес, бірақ уақытын тежеу қажет мәселесі айтылуда.
себебі әлемде жаһандық жылыну процесі жүріп жатыр. Қазақстан және басқа да мемлекеттер, жалпы біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттердің басым көпшілігі ол келісімге кірген және қол қойған. Енді ол келісім бойынша нені іске асыру керек? Бірінші, келісім бойынша ауаға бөлінетін отходы дейді ғой, элементтерді азайту керек, қалдықтарды азайту керек. Себебі дәл сол қалдықтар климаттың жылынуына, мұздықтардың еруіне әсер етеді. Қазақстанда ондай қалдықтар өте көп. Неге? Себебі бізде электр энергиясының басым көпшілігі көмірден жасалатын көмір станцияларында. Енді бізде 20% гидростанциялар, 80% көмір станциялар. Сондықтан енді көмір станцияларына бас тарту үшін не істеу керек? Балама энергия көздерін табу керек. Енді сол балама энергия көзі ретінде бізге қазір үкімет атом электр станциясын ұсынып отыр. Бірақ атом электр станциясынан бөлек ауаға зиянды заттарды бөлмейтін жаңа көздер бар. Бағана сұхбаттың басымызда айтып өткен, ол күн энергиясы, ол жел энергиясы. Әрине оның да өзіндік бір қауіптері бар. Мысалы, жел энергиясын алып қарайтын болсақ, жел маусымдық болуы мүмкін, кейде соғуы мүмкін, кейде оның күші азаюы мүмкін. Яғни электр энергиясын беру мәселесі желдің күшіне байланысты болады, бір тәуекел деген сөз. Екінші мәселе бар, ол күн энергиясы. Күннің де кейде бұлтты болуы мүмкін, апталап жауын жауып тұруы мүмкін деген сияқты, күн көзі болуы мүмкін, тағы да тәуекел бар. Бірақ бұл тәуекелдерді алып қарайтын болсақ, оның өзінде жаңа күн энергиясын, жел энергиясын жинақтайтын блоктар болады. Сол блоктарға бір аптаға, 2 аптаға жететін сияқты энергиялар жинауға болады деген мамандардың пікірі бар. Сондықтан менің ойымша атом электр станциясына қарағанда радиациялық қаупі бар, күн және жел энергияларын тиімді пайдалану жолдарын іздеуге болатын сияқты. Осы жолдарды іздеу арқылы біз жаңа көмірсутектің ауаға бөлінуін азайтамыз және халықаралық келісімдер деңгейінде өзіміздің міндеттемелерімізді толыққанды жүзеге асыруға болады. Енді тағы бір энергияның көзі бұл су. Біз су ресурсы тұрғысынан алғанда өзіміздің көршілерімізге қатты тәуелдіміз. Қытайға, Өзбекстанға, Қырғызстанға трансшекаралық өзендердің мәселесі, статусы әлі күнге дейін белгіленген жоқ. Енді мамандардың айтуынша, егер біз АЭС салатын болсақ, онда су ресурсына тәуелділігіміз азаяр еді деген бір гипотезаны алға тартады. Сіздің пікіріңіз қалай бұған? Менің ойымша, су ресурсына тәуелді ол гипотезамен келіспеймін. Неге? Себебі қазіргі таңда су жаһандық деңгейдегі маңызды басты бір саяси құралға айналып келе жатыр. Тіпті мынандай сөз бар. Алғашқы дүниежүзілік соғыс көмір үшін болды. Рур мен Сардың бойында, бірінші дүниежүзілік соғыс. Екінші дүниежүзілік соғыс Арктиканың бойында және Таяу шығыс бойындағы мұнай көздері үшін болды. Әлі күнге дейін ол жалғасып келе жатыр, өздеріңіз білесіздер. Және үшінші дүниежүзілік соғыс ол су үшін болады дейді. Яғни бұл жерде тек қана ауыз су емес, бұл жерде ауыл шаруашылығына пайдаланатын су көздерін алып қарасақ болады. Қазақстанға кіретін 80% су көздерінің барлығы трансшекаралық су көздері болып саналады. Сондықтан су көздерінің керісінше азаюы барынша арта түседі. Себебі әлемде халықтың саны артып келе жатыр. Халықтың саны артып келе жатыр дегеніміз, суды тұтынатын азаматтардың саны артып келе жатыр деген сөз. Сондықтан су ресурстарын пайдалану басқа мемлекеттерде азаяды. Сәйкесінше бастауын басқа елден алатын өзендерден де бізге келетін судың деңгейі азаяды. Сондықтан керісінше су ресурстарына біздің тәуелділігіміз арта түседі. Және бұл жерден енді тағы бір келіп шығатын болжам, ол ГЭСтерді салу мәселесі. Мамандар ұсынып отырған жаңа ГЭСтерді өзендердің бойына салу мәселесі осы жерде үлкен тәуекелге ұшырайды. Себебі су деңгейі түсіп кетсе, немесе 10-15-20 жылдан кейін сол өзен сарқылып қалатын болса, ол ГЭСтің түкке қажеті болмай қалады және экономикалық шығын. Сондықтан атом электр станциясын салу қажет деген мәселені ұсынушылар дәл осы бір болжамды да алға ұсынып отыр. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, атом электр станциясына бірден жүгірместен бұрын халықтың пікірін ескеріп, жаңа жел, күн энергияларын игеру мәселелерін барынша бір жүйелеп алған дұрыс болатын еді. Менің естуімше, осы Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ядролық химия немесе ядроға байланысты факультетті тәмамдаған студенттер жұмыс таба алмай қиналады екен. Себебі оларға сай білім беретін, себебі олардың кәсіби біліктілігіне сай жұмыс орындары жоқ. АЭС мәселесі осы жастардың проблемасын шеше ала ма? Қараңыз, АЭС-та мыңдаған адам жұмыс істемейді. Ол жерде жұмыс істейтін азаматтардың нақты санын білмеймін, ол АЭС-тің көлемі мен реактордың санына байланысты.
Білесіздер, АЭС-та кейбір АЭС-терде 2 реактор, кейбірінде 3, кейбірінде 4, ал енді өте үлкен әлемдік деңгейдегі, мысалы қазір әлемдегі ең үлкен АЭС ол Қытайда орналасқан. Ол жерде қателеспесем 6 реактор орналасқан. Яғни реакторлардың санына байланысты ол жерде қызмет ететін азаматтардың саны арта береді. Сондықтан Қазақстанда біріншіден қанша реакторлық АЭС салыну мүмкін деген мәселені қарастыру керек. Менің ойымша 2 реактордан аспайтын шығар. Себебі сол қуаттылықтың өзі Қазақстанды қамтамасыз етуге толыққанды жетеді. Сондықтан ол жерде көп болса кадрлардың санының мәселесін бір 100-200 бітірушінің санын ғана шешіп береді. Яғни мәселесін осы жұмыс табу мәселесін, ал қалған мамандардың мәселесін толыққанды шешіп бере алмайды. Сондықтан ол мамандар біздегі энергетика саласына қатысты көптеген компаниялар жұмыс істеуі мүмкін. Бізде көптеген ТО-лар бар, Қазатомпром бар деген сияқты. Сондықтан соларда жұмыс істемесе, АЭС салу арқылы олардың жұмыс мәселесін шешуіміздеу менің ойымша бір сәл қисынға келмейді. АЭС салуды қолдайтын тараптың тағы бір аргументі бұл біз энергия көзін экспорттай аламыз деген алға тартады. Бұған не дейсіз? Экономикалық тұрғыдан болады. Өйткені АЭС салу арқылы көптеген энергия өндіріледі. Ол тек қана Қазақстанның шеңберін ғана қамтып қоймайды, көршілес мемлекеттердің шеңберінде қамтуға болады деген пікір бар. Және АЭС салу арқылы біз Орталық Азиядағы бірқатар мемлекеттерді қамтамасыз ете аламыз. Әрине, Өзбекстан оған өзінің АЭСін салып алса қажет етпейді. Қырғызстан мен Тәжікстанда өзінің жаңағы су көздері жеткілікті және оның бойына салып жатқан ГЭС-тар жеткілікті деген сияқты. Түркменстан газ және мұнай қоры арқылы өздерінің жаңағы энергиялық тапшылықтарын қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан Орталық Азия мемлекеттеріне кішігірім деңгейде ғана экспорттауға болатын шығар. Ал басқа мемлекеттерге, мысалы Орталық Азиядан тыс ары орналасқан мемлекеттерге мүмкін оны жаңағы экспорттауға болатын шығар. Бірақ тағы да бір айтатын деңгей, оларға электропередачаны жеткізу мәселесі де бар. Яғни оларға электрді жеткізу үшін жаңа электр жолдарын салу керек. Ол да бір шығын болады. Құрметті көрермен, сіздер Азат алаңды тамашаладыңыздар. Бүгін біз Қазақстанда АЭС салу мәселесін, яғни атом электростанциясын салу мәселесін саясаттанушы Асхат Қасенғалимен талқыладық. Сіздер де өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Қазақстанда АЭС салу идеясын қолдайсыз ба? Келесі көріскенше сау болыңыздар.